Сәлеметсіз достарым, сіздермен амандық қанағат және супер қазақ арнасы. Және бүгін Clash of Clans'қа обзор. Мен даусым жай шықса ренжімеңіздер, тым ауыратып қалдым. Бүгінгі жалпы әңгіме клан жайлы болады. Кланға шақырам мен өзімнің кланым. 11 адам, мен өзім главамын, міне. Вот вайни алдыңғы КВ-да ұттық. Ұттық, міне. Және осы КВ-да ұтылып атырмыз. 27-21. Енді астыңғы жақтарын трошкеге алдық. Жетін ала алмай қалдық. Енді мен өзім атака жасайтын қалған жоқ. Менде 10-ды алып кетті біреу, 9-ды да алып кетті. Және олар бізді бәрін трошкеге ютылызға алып кетті. Әділет деген бала атакасын жасаса, сосын кім жасаған жоқ бізде. Мен өзім атака жасайтын нем жоқ. Ама деген ол тх3 жасай алмайды, ол қайсына жасаса да. Әділет екінші атакасын жасау керек. Мен оның несін айтып отырмын, Дастамбек жасамаған. Оның кланнан қуып жүрдім, мен атака жасамайды, вообще активный емес. Енді осы кланға активный игроктарды шақырам. Осындай кланға келсеңіздер, старейшина берем. Енді сосын оны донатқа қарай сорып беретін бола. 14 сағат деген КВ бітеді. Сол осы КВ-ға адам керек, мықты адам. Сол келесі КВ-ға адам іздейм. Келсеңіздер, КВ-ға алатын болам. Рашер болсаңыздар, көрем. Сіздермен қанағат, және супер қазақ арнасы. Сау болыңыздар. Каналға жазылып лайк қойды ұмытпаңыздар. Комментария жаза кетіңіздер.